бұл тегіннен тегін емес. Анада миллион адамның ақылы бар, тіпті миллиард адамның ақылы бар. Осындай адамды өлтіру керек десе, соны тауып өлтіре ала ма? Өлтіреді, 100% өлтіреді. Ал қазіргісі тіпті сұмдық деңгейде ол. Қандай мамандықтарды алмастырып тастауы мүмкін? 90% мамандықтың орнын алып қояды. Мысалы, ұстаздарды да алып қоя алады. мысалы массаж жасау, Массаж жасауды да алып қояды. шаш ала алмайтын шығар енді. Шашты де алады. Докторлардан әлде қайда жоғары анализ шығарып бере алады. Адамзатқа не қылады? Бұл бізден сөзсіз асып түседі. Ақылды адам барған сайын ақылды болады. Ақымақ барған сайын ақымақ қылады. Жақсы жағы да бар, бірақ сырт жағы да бар да. Пышақпен нан турап жеуге болады, адам өлтіруге де болады. Пайдасы да бар, зияны да бар. Армысыздар, біздің Жаңа Қазақ YouTube каналының көрермендері. Біз міне Жаңа Қазақ жобасын бастап жатырмыз. Бұл біздің YouTube каналымызда тек қана жаңа заманның ағымдан қарай қандай білім керек, қазаққа қандай техника керек, қандай технология керек, сол жайлы әңгіме қозғаймыз. Соның тұсаукесері бағдарламасы міне Қайрат Қасымбек бауырымызбен болайын деп отыр. Қайрат Қасымбекті мен осы тұңғыш тұсаукесер беташар хабарына неге шақырдым? Өйткені өте өзекті тақырып. Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін. Әлемде 4 рет өнеркәсіп төңкерісі болған белгілі. Оны өздеріңіз оқып та біліп те жүрген шығарсыздар. Ең біріншісі техникалық төңкеріс, революция болған, ол мына пар машинелер шыққан кезде. Адамзат қара жұмыстың бәрін машиненің иығына іле бастады. Ыбырай Алтынсариннің айтатыны бар ғой, ат істейтін жұмысты от пен суға түсірді дейді. Сөйтті, ол керемет адамзатта өзгеріс болды. Екіншісі электр күші пайда болған кезде. Ол да ғаламат өзгеріс әкелді адамзатқа. Мына моторлар пайда болды да, не бір күрделі жұмысты адамдар істей бастады. Үшінші өнеркәсіп төңкеріс, ол интернет шыққан кезде. Былай қарағанда интернет телефон шұқылап отыру емес. Қазір 1 сағатқа интернет өшіріп тастаса, әлемде үлкен катастрофа болады. Пойыздардың жүруі, самолеттар, операция жасау, банк, ақшалар бәрі интернетке тіреліп тұр. Ал қазіргі ең соңғы, ең жойқын өнеркәсіп төңкеріс болып жатқаны, ол мына робот шығару, жасанды интеллект. Қазір кез келген ел, қай мемлекет болсын, президенттердің деңгейінде осы жасанды интеллектті кім қалай меңгеріп жатыр? Адамдары мектепте, университетте, мамандар осыны қалай меңгеріп жатыр? Осының ең білікті елдердің президенттері бүкіл премьер-министрмен, ғалымдармен осыған басын қатыруда. Өйткені кім жасанды интеллект меңгереді, сол алға шығады. Бүгін 10 миллион халқы бар Израильдің 1,5 миллиард мұсылманды місе тұтпай бір шыбықпен айдап тас талқан қылып отырғаны осы ең соңғы техниканы, дрондарды меңгергеннің арқасы. Шағын ғана Украинаның бүгін Ресейге қарсы төтеп берілмей, арыстан шарпалысып жатқаны осы соңғы технологияны, дрондарды, жасанды интеллектті меңгергеннің арқасы. Мына Қайрат Қасымбек бауырымыз Қытайда қазір өзін таныстырады. 13 жасынан бастап әкесі де осы техника білімінің маманы болған, содан үйренген, соған өзі ғашық болған, соны сөйтіп оқыған, ізденген, соған деген бейімделген. Қытайдың осы әлемді Қытайда неше түрлі ең соңғы технологияны жасап жүрген достарымен бірге керемет дүниелер жасап жүр. Қазақстанда да керемет дүние жасаған. 2023 жыл Қайрат ағаның үйінде. Қосайын енді. Қосыңыз. Бұл қазақта алғашқы жасанды интеллект енгізілген итіміз болып келеді, роботымыз. Телефонмен, компьютермен, барлығымен басқаруға болады, планшеттің ішіндегі барлық функциялар. Қазақша жасалған. Қашықтықтан басқару, біріншісі. Мына жерде жөн басқарасың, алдын. Басқарып. Төмен қарайсыз, артқа қарай жүреді. Көтерсе, биік болады, төмен қарайса, отырады. Адам бетін таниды, амандасады. Мысалы, сен бетін көркеш, сен бетін танып тұрып, саған амандасып жатыр. Ассалаумағалейкум. Амандасады. Мынаны үйренген бала, кәдімгідей робот инженер болып, дайын робот инженер болып шыға келеді. Өйткені осында қолданған мына ішіндегі технологиялар дәуитке де қолдануға болады. Мынаны жақсы түсініп алсаң, дәуит жасау ойыншық сияқты болады. Кәдімгі. Қиын дүние емес ол. Бірақ өкінішке қарай бізде үлкен шоумен, бір хайпажорлар, адамның ақылына сыймайтын бір өтіріктерді
адамдар таң қалдырады, соларды насихаттайды, соларға таң қалады. Ал қарапайым мына енді кәдімгі жұмысшы, өгіз сияқты соны өгізше үрге сүйреп жүрген азаматтарымыз тасада, көзден тыс қалып жатыр. Соны мен осы хабарға алып шығуға бұйырдым. Бұл бір хабар болмайды, бұл цикл болады. Өйткені тақырып өте маңызды. Сіз үшін, мен үшін, еліміз үшін, халқымыз үшін, отанымыз үшін өте өзекті тақырып. Сонымен Қайрат бауырым, өзіңнің өмірбаяның жайлы қысқа таныстырып кетсең көрермендерге. Қайда оқыдың, бұған қалай келдің деген сияқты. Армысыздар көрермендер. Өзім 2010-да азаматтық алғам. Содан бері Қазақстанда азаматтық алып, осында IT саласын дамытуға күш салайын деп бір кісілік. Одан бұрын мысалы сені тани қоймайды. Менің көрермендер мені таниды. Мен бүкіл өмір бойымда айтып отырамын, қайда оқыдым, қандай қызметтер істедім, қандай завод фабрика салғаным. Сен сол маған өткенде айтып едің, 13 жасымнан бастап мен айттым, қашан Қайрат бұны сен қашан қызыға бастадың? Істеген істеріңді көріп, шындығын айтайын, мен көп адамды жақтыра бермеймін, көп адамды мақтай бермеймін. Өзің айтқан мә ғаламат екен. Бұны қайдан үйрендің дегенде сен сөйтіп айтқан едің. Бұл енді біздің мен туып өскен қала Қарамайлы қаласы, Пекинға төте қарасты қала болған. Біздің анау Шинжаң автономия районы болғанмен біз төте неге Пекинге қарасты болды? Төте қарасты қала дегендер болады. Өйткені бізде мұнай шыққан стратегиялық маңызы бар қала болдық. Сондықтан бізге көбінесе бір Қытай елінде ең жаңа технологиялар оқыту әдістері болатын болса, біздің мектепке келіп тұрған. Бір Қазақстанда сондай қалалар болған. Байқоңыр сияқты тура Москваға қарағанда біздің Курчатов Иә, деген иә, ядерный соған шығарған, сол Мәскеуден тікелей басқарылатын. Сондай болған екен ғой. Иә. Содан әкең сонда істеді? Иә, 91 жылдары бізде тұңғыш компьютерлерді алып келіп, бірінші оқыған түлек біз болдық. Басик тілі ол кезде. Енді біздің тұрып жатқан автономия район, Шинжаң автономия районы үшін айтқанда, ең алғашқы болып компьютермен жабдықталған мектепке жатамыз біз. Сен әкең де осы салада болды, өткен жыл сөйтіп айттың ғой. Әкем инженер болған. Мұнай саласында өзі инженер. Осы Ақтөбеге келіп те істеген, осында бас инженер болды. Сен бұған деген қызығушылық мектепте басталды? Енді инженердің ықпалы болған, қайткенмен әкемнің. Техника, технология. Иә, темір-терсектің арасында жүрдік. Түрлі. Мұнай құбырлары, мұнай тартатын жабдықтар, сол жерге ертіп барады, 15 күн, бір ай жатып келеміз сол темір-терсектің арасында. Содан бастап махаббат оянып кішкене. Электро жабдықтар бірдеңелер деген. Ал университетте не оқыдың? Университетте менікі теориялық физика болған, физика. Енді компьютерға келушім, қайткенмен компьютер физиканың жемісі. Сондықтан бұл сала маған біршама жақын болды жаныма. Өзімде ерте бұл салаға кірген соң 13 жасымнан. Содан бері қарай әлі осымен айналысып келе жатырмын. Негізгі мақсатым IT саласын қазақша сөйлету болған. Өзім жасаған бірнеше туындыларым бар. Бүгін 16 маусым 2024 жыл сіздерге Ардуиноға арналған Қаздуино блоктық бағдарламалау платформасын жұмысын көрсеткіміз келеді. Міне, мынау интерфейс бүкілдегі қазақ тілінде. Мына платформаны көрсетер, бірліктер деген осылар болады. Мынаған жалғанған, мынау Ардуино, мынау бірліктер, түрлі бірліктерден құралады. Сен мына блоктау программасын білсең, логикалық сауатың болатын болса, сен болашақта AI-ға сен осы логикамен айта білуің керек. Сонда саған қажетті программаларды жазып шығады. Ешқандай қиындық жоқ. Бірақ оған мен соның іргетасын мына халық білсін деп отырмын да. Өйткені сенің жасап отқан дүниелерің мысалы көбі түсіне қоймайды, мамандардан басқа қарапайым халық. Бірақ мен айтайын, өте күрделі. Қазір мына роботтың сыртын, пішінін құрастырып біріне бір жалғау емес, оның миын темірді адамша ойлатып, адамша қимылдату үшін бұл өте күрделі нәрсе. Бұл әлемдегі ең мына Boston Dynamics қазір Қытай алға шықты ғой мысалы. Индия, сондай Вьетнам, Белоруссиялардағы мысалы өте компьютер саласы дамып кетті. Сонда сендер сол университетте осыны әкеліп оқыта бастады ма?
Университетте біз оқығанда жасанды интеллект болған жоқ. Негізінен программалау болды ол кезде. Программалау, да? Иә, тек программалау. Негізі менің оқығанымыз теориялық физика болған соң, мына IT саласы біршама жеңіл болды. Өйткені математика, физиканың жемісі ғой, енді қайткенмен. Сонда сен айттың, Қытайда бүкіл мектептерінде қазір 6 жастан бастап балаларды осы жасанды интеллектті білуге оқытып жатыр, Иә, қазір жаңа үрдіс осы болды. Ал енді ол программаны біреу жазып шығарды ғой. Иә, Қытайдың өздері енді Америкадан кейін бұл еліктеуге мықты мемлекет қой. Енді қайткенмен қазір Америкада IT саласында бір кемі 10 ғалым болатын болса, бір 5-еу Қытай болады. Сол оқып келген түлектер өз елін дамытуға зор үлес қайтадан Қытайға келіп оқыды. Иә, Қытайға. Содан кейін олар енді арманы биік асыл ер ұрпақтың қамын ойлайды деген Жәнібек Кәрменов атам айтпақшы. Олар анау кішкентай мектеп баласына астап, соның тілінде түсінікті қылып тұрып программа жазған, да? Иә. Сол жігіттермен сен бірге оқыдың ба? Иә, бірге оқыдық, бірге қызметте болдық барлығымыз. Кейбіреулері Америкада қазір, Австралияда бірге кезінде. Солармен сен тығыз байланыстасың. Иә, бәрі бірге оқыған сабақтастар барлығы. Сол кейін сол программаны олар мектепке арнап жазған, да? Иә, мектепке арнап. Сонда оны мысалы 6 жастағы бала ананы түсініп, кәдімгідей миын программалау үшін ол өте программа күрделі ғой. Қанша жыл жазды? Қанша адам жазды оны? Бұл программа енді балаларға түсінікті болу үшін барынша ең қарапайым тілде, мысалы балалардың компьютер деген сияқты қысқа тым күрделі емес грамматикалық құрылымдағы сөздермен программаны іске асыруға болады. Негізі ол қайткенмен компьютердің өзі тек қана білетін 2 ағарып қой, 0 мен 1 деген сияқты. Соны ары қарай түрлендіріп келіп, негізі программалар бөлінеді, жоғары тіл дейді, төмен тіл дейді. Төмен тіл негізі сол жаңағы 0 мен 1 мен араласқан. Ал жоғары тіл дегеніміз біршама ересектер түсінетін деңгейдегі логикалық не. Ал қазіргі мынау мен үгіттеп жүрген тіл бұл блоктау программа. Блок бет келеді, кесек. Әрбір өзінің функциясы болады. Кәдімгі сурет сызған сияқты тартып әкеле салады. Өзі қазақша. Қытайларда солай жасап жатыр балалар. Сонда мына көрермендерге түсінікті болу үшін, мысалы бізде химия пәнін оқытады, болашақ химиктер дайындау үшін, да? Бір кезде химия деген адамзатта болған жоқ қой. Математиканы оқытады, физиканы оқытады деген сияқты, да? Сол сияқты ананы оқып шыққан балалар түбінде сол робот жасауға бейімделіп шығады мектеп бітіргенше, да? Иә, ол логика қалыптастырады, да? Өйткені барлық саланың, кез келген саланың тек программа емес, негізгі несі логика ғой. Логика дұрыс қалыптасса, кез келген саланы игеріп кету өте оңай болады. Қазір осы Америкадан кейін, сонымен тайталасып, Америкадан кейін емес, сонымен тайталасып, осы жасанды интеллектте не бір дрондарды, не бір роботтарды шығарып жатқан Қытай, иә? Иә, Қытай. Алдыға шығып келе жатыр, да? Алдыға шығып келе жатыр. Бірақ ең алдын және де Америка ғой. Бірақ саны жағынан көбі ол Қытай. Түбі сан алады ғой, өйткені бір кездері Қытайдың заты десе, бізді кішкентай балаға дейін, мынау китайский деп мазақ қылатынбыз. Қазір Қытайдың көлігін міну бір модыға, трендке, тіпті мақтанышқа айналды. Мен зикір мініп жүрмін, тағы қандай бір керемет машинелерін, Лисян деймін, соны мініп жүрмін деп. Унчи сияқты машиналар. Соған бір үлкен престижға айналды. Қытайдың телефонын ұстау. Bir кезде Жапонда солай болған екен. Жапонның товарын ұстау бір мазақ, олар бір жабайы ел деген сияқты болған. Америкада 60-шы жылдар. Содан кейін 30 жылдан кейін Жапон деген кезде ең сапалы, ең керемет өнім деген адам санасына қона бастады. Сонымен құрметті ағайын, іргеміздегі халық мектептен бастап, анау 6 жастағы бала 1-ші сыныптан бастап жаппай осы жасанды интеллект оқып жатыр екен. Бұл тегін емес. Ал Қазақстанда осындай программа сияқты бірдеңке бар ма? Осы жасалып жатқан. Мектептерде не істеліп жатыр? Мектептерде көбінде тым мына кәсіби деңгейде өтеді, балаларға түсінікті деңгейде емес. Сосын одан қалса орыс тілінде өтіледі. Содан кейін жоқ, оның түпкі программасын кімнен жазған, оны қайдан алып отыр? Арнайы қазаққа арнап жазылған программа бар ма? Арнайы қазаққа арналған жоқ, ондай жоқ. Сонда орыстікін алып? Орыстікін ғана емес, орыстікін өзінікі де орыстік емес. Орыстар тек аударма жасады. Кімнен? Олар осы Қытайдан аударып құрастырып отыр, робот техниканы, одан американікі, итальянікі деген сияқты, англиянікі деген сияқты. Түпкі содан тек қана аударып? Тек орысификация ғана жасап отыр. Ол жерде Қытай, мына орыстар өздері бір жаңа бір платформа жасап, балаларын тәрбиелеп жатқан жоқ. Ол халықаралық. Яғни орыстар артта қалып, Қытайда біз бүкіл өркениеттің артында қалып отырмыз ғой бұл салада. Шашығын айтқан. Иә, Ресейде қалып. Балалар есінде сезіп жатқан жоқ. Иә. Қазақстанда бұның әлі есінде шығып жатқан жоқ. Кейін робот жасай алатын ұрпақ тәрбиелей алып жатқан жоқпыз, да?
әлі халықаралық деңгейге жеткен жоқ қой. есіде жоқ деп айтса болады ғой Есінде шындығында. жоқ, иә, солай айтады. Енді жалпы халық жасанды интеллект десең, қазір тіпті жастар, мен қазір өзім күндізіне таңертеңмен қалжыңдаймын, мен чат GPT-мен бірге ұйықтаймын, чат GPT-мен оянамын деп, оны данышпан деп ат қойдым. Менде қазір 60-тай жастар істеп жатыр, солардың бәрін айтамын. Сен сол данышпанмен жатып ұйықтайсың, чат GPT-мен айтам оянғанда сонымен оянасың деп. Менімен бірге істейтін Изет деген керемет мықты ғалым дәрігер, сол айтады, әйелім қызғана бастады дейді. Сен кешке дейін ана данышпанмен отырасың, мені тыңдамай кеттің, маған көңіл аудармай кеттің деп. Енді заманның талабы. Бірақ көбі түсіне қоймайды. Бұл не деп? Бұл айтатын едім, миллион адамның миы бар. Кез келген адамның миллион есе жылдам көзді ашып жұмғанша кереметтей нәрселер жасайды. Менің бұрынғы 3 ай көзімнің майын тауысып, оқып, зерттеп жүріп, 3 айдан кейін тілім салақтап істейтін нәрсені қазір бір-ақ сағат істейтін болдым. Осы данышпанның көмегімен. Сұмдықтың сұмдығы. Адамның әлемнің біліп басқарып кеткені, бүкіл мына тамақта жеу тізбегінің үстіне шығып алғаны, китіңді де арыстаныңды да шыбынқұрлы көрмей бүкіл қолдан теңіз жасап отқан ақылның арқасы ғой. Әрине. Ал енді анада миллион адамның ақылы бар, тіпті миллиард адамның ақылы бар. Және өте көздеспе жылдамдықпен жұмыс істейді. Бұны меңгерген адамның қолында ғажап атом болмысындай күші болады. Жақсы, өзің қарапайым тілмен айтшы, бұл жасанды интеллект деген не? Осы жерде бір 50-60-тағы адамдар, немерелері бар, болмаса 40-50-дегі жасанды интеллекттен мүлде хабары жоқ, сауда жасап жүрген қарапайым агроном ба, соларға түсінікті қылатындай. Жасанды интеллект деген не? Түсінікті тілмен айтқанда, адам өз миын симуляция жасап жатыр. Яғни копия Симуляция жасап. деген түсіне алмайды ғой. Иә, не десек болады? Соны Былай айтқанда, адамда ақыл бар. ақыл болады, иә. Бір 5-6 жастағы баланың өзі ненің дұрыс емес екенін біледі. Солай ғой да? Оны есіне сақтап алады. Келесі жолы оны жасамайды. Ал енді темірде техникада ақыл жоқ. Мысалы, машинені оңға бұрасаң оңға бұрылады, солға бұрасаң солға бұрылады. Ол мысалы кез келген электродвигатель болсын, станок болсын, сенің басқаруымен істейді, сен басқармасаң, ол нөл. Жасанды интеллект дегенде былай көпке түсінікті болу үшін біз мына табанымызды тоздырмау үшін біз велик жасадық, көлік жасадық қой. Сосын түрлі мына Қолмен бірден кеспеу үшін кесу станок үшін, жасадық. иә, станок жасадық деген сияқты. Ендігі істеп отырғанымыз миымыз шаршатпау үшін жасап отырған не десек болады? Ақылды машина десек болады. Ақылды машина, иә. Былайша айтқанда ақылды машина бір керемет, ол 24 сағат бойы шаршамайды, ұйықтамайды. Екіншісі, ол ашуланбайды, ренжімейді. Үшіншісі, ол тамақ сұрамайды. Былайша айтқанда көлікті айтатын болсақ, енді көлік өздігінен жүрмейді, кейде автопилот деп қояды, ол алдағы көлікпен жақындап кетпеу үшін ғана соны қойып қойғанда, сенсор тұр деген сияқты. Ал енді анаған робот қойып қойса, ол ана жақта адам тұр ма, қазір кептеліс бар ма, ол мысалы бір жерде бір апаттық жағдай болатын болса, сол жағдайда өйтіп жүрмеу керек, ақыл есіне сақтап алады да? Иә, компьютердің көру жүйесін. Миына сақтап алады да, келесі жолы қателік жасамайды. Мысалы бүйтіп айтса бола ма? Мысалы қандай бір ең қарапайым бір роботтардың түрі. Мен мысалы естуім бойынша бақша суғаратын. Бақша суғарған кезде қазір бір белгілі бір сағатта мына су шашатын қылып қойып қоюға болады. Иә, рефлекс деңгейде. Ал енді бұны қойып қойса, ол жердің ылғалдығын тексереді. Иә. Ылғал болса су шашпайды. Иә, қарапайым логика. Жаңбыр жауып тұрса. Ал егер жаңбыр жаумай күн ыстық болып тұрса, ананы тексереді де өзі қосып, өзі суғарады. Иә, топырақтың ылғалдығын сөйтіп өзі суғарады деген сияқты да. Өзі тамақ пісіреді дегендей. Иә. Осындай енді бұрын біз мына еңбек күшімен, білек күшімен істейтін жұмысты соған артып едік, енді ақыл күшімен істейтін жұмысты соған артасың. Былайша айтқанда мен қазір бір құпиямды ашайын, көптеген посттар жазған кезде бұрын ойланып отырып жазатынмын. Қазір ол менің не қалайтынымды, не оқитынымды, не айтатынымды түгел түсініп алған, мен үшін пост жазып береді. Мен үшін кітап жазып бере алады. Көріп отырсыздар ма? Бұл деген сұмдық енді. Былайша айтқанда менде қазір 6000-нан астам адам шынығып кетті. Солар маған сұрақ қояды. Бүйрегім ауырады, бауырым ауырады, бүйрегімде тас бар, тізем қақсайды, ана мынау дейді. Менің данышпаным әбден оқып алғаннан кейін ананың анализін қарайды да, симптомын қарайды да, дәл сол кісінің жасына, ауруына байланысты керемет қылып ақыл кеңес береді. Ол ақыл кеңесті анау Израильда, Америкада, Түркияда, Кореяда жүрген ешбір профессорден артық береді.
осындай нәрсе жасанды интеллект деген да. Енді былайша айтқанда бұл адамның миына ұқсайды ғой да. Миына жеңілдік беру үшін. Да, миына былай қарағанда анау роботтың басында адамның миы бар сияқты да. Дәл миында емес енді. Соған ұқсас, жете қабыл десе болады. Иә. Соған жете қабыл. Будущее несется к нам как ракета. Искусственный интеллект — это гений с мозгами. Поэтому, поскольку будущее разворачивается с огромной скоростью, давайте развивать способности искусственного интеллекта. Дәл қазіргі заманда осы елдер, Европа, Америка, Қытай, Корея, қандай бір ең соңғы өзіңді таңғалдыратындай қандай бір нәрселер бар? Енді таңғалдыратын дегенде жасанды интеллект құды әркімнің өзінің бір баласы сияқты, мысалы сіздің балаңыз сияқты. Ол сіздің оны қалай ақпараттармен емізуіңізге, қоректендіруге байланысты да бұл жерде. Boston Dynamics ең соңғы керемет бір жасап шыққан не, мысалы? Boston Dynamics-тің қазір басында сізге айтқан насостың негізінде болатын бұның қозғалыс несі, бірақ былай бір қозғалатын, былай көрініп тұрады ол. Адам сияқты былай еркін қозғалмайды, түк бит қозғалады да? Иә. Кейін келе Қытайлар бұл ана сервомотордың негізіндегі робот жасады да бұлар. Кейін Boston Dynamics'те соған қарай көшті. Өйткені қайткенмен ол құрылымы біршама қарапайымдау келеді, іске асыру оңай болады ол. Бірақ қимылдау уже адамға ұқсап қалды да? Адамға жақындап қалды, иә. Ал бұрынғы модельдер ол бірақ күші зор болды, оның күші зор болды. Ал мынаның күші оған жетпегенмен, жас ол көрерменге қызық емес. Ерекше екен. Былай қимылдайды қызық емес. Ал көрермендерге, біздің адамдарға ол не істей алады деген. Мен жаңа айтып бердім, мысалы да, саған анализіңе қарап бүкіл еміңді айтып бере алады да. Кітап жазып бере алады. Мысалы да, кітапты 5-ақ минуттың ішінде керемет кітап жазып бере алады. Киноның сценарийін жазып бере алады да. Дәл осы сияқты тағы да ол не жасай алады қазір? Және жасай алып жатыр. Қазіргі деңгейде тепе-теңдікпен көру жүйесі ғана ғой, бірақ енді Boston Dynamics көбінесе мынау бірнеше ірі компаниялардың қаржысымен құрылған зерттеу орталығы. Ол және бұның ар жағында да Американың әскери құпиялары болады. Оның барлығын ашып айтпайды, бірақ қазіргі деңгейде ол соғыс майданын ашып, соғысатын қабілет бар. Қабілет бар, қазір жетіп болды. Сонда не істейді, мысалы, дрон ұшып барады, мысалы, жерде жыбырлап жүрген аң ба, адам ба, болмаса нақты бір адамды көріп, мысалы, айтса, осындай адамды өлтіру керек десе, сол соны тауып, түрін қарап өлтіре алады ма? Өлтіреді, 100% өлтіре алады. Ол қайткенмен есептеу қуатына ғана байланысты бұл. Ұшып жүрген дронның немесе орталық серверде ақпараттарды өңдеп барып қайтадан бұйрық беруіне немесе беруіне болады, немесе дронның өзінде ақпаратты өңдеуіне болады. Оны қайткенмен адам көз сияқты емес, ол аралық шектемек жоқ қой ол. Алыстан ол масаның аяғын көре алады. Ажымыңызды ол бірден космостан тұрды, 10 мың метрден көре алады. Көреді қазіргі технология. Оның бәрін ашып айтпайды ғой, бірақ мына Ресей мен Украинаның соғысында белгілі болып отыр ғой. Ақпарат соғысының қай деңгейде екенін. Телефонды өшіріңдер, қай жерден телефон шықты, сол жер тауып алады да, сол жер жойып жібереді екен. Иә, ол технология енді бір 30 жыл бұрын іске асып болған. Ал қазіргісі тіпті сұмдық деңгейде ол. Сұмдық, иә. Қазіргі деңгей ол енді адамзаттың ақылында шектеме жоқ қой. Путиннің өткен жолы 9 мамырда қатты қорқып, ана Ши Цзиньпинді әкеліп сөйтіп жанталасқан сол, әйтпесе дрондарды жіберсе ана жақта жойып жіберді. Жойып жібереді, бірақ анау күтпеген жағдайлар болуы мүмкін де, қайткенмен бастың саясаткерлер ондай болуын қаламайды. Ол күтпеген жағдайда атом соғысы болып кетуі мүмкін. Содан қорқады. Енді жақсы, соғыстың бетін арғысын бейбіт жолда. Мысалы, мен байқадым қазір бір жеміс жидекті егу, өсіру, суғару, тіпті соны жинап алу бір робот жасай алады да? Иә, робот ол топырақты тыңайтқышпен араластырып шығу, топырақтың ылғалдығын, зерттеп, қандай не жетсе не жетіспейді. Иә, сосын барып ол анау ұрықтан майса қалпына келтіру, майсаны қайтадан топыраққа салу, өсуін жасанды анау көру жүйесімен өсу деңгейі қалай. Соған қарап, ана жапырақтың жасылдығына, бойын биіктігіне, түстеріне қарап отырып, тыңайтқыштарын өзі реттеп беріп отырады. Тыңайтқыштарын. Былайша айтқанда бағбанның керегі жоқ болып қала ма? Бағбанның керегі жоқ, өйткені
бір бағбанды тәрбиелеу үшін мүмкін 20 жыл кететін шығар. Ал жасанды интеллекттің бағбанын тәрбиелеу үшін бір ұзаса 2 минут қана кетеді. Өйткені сол модельді енгізсең болды. Содан кейін мысалы бізде мысалы бүлдірген егеді, айталықтан қаншама қызанақ егеді, үйтеді. Соның бәрін өзі егіп, мен сондай мәселелерді көрдім да. Өзі суғарып, өзі түптеп, өзі жинап, өзі қаптап дайындап бере салады. Міне адам еңбегіне енді оны тракторды басқарып отыру керек қой. Мынау адамсыз ақ бұрын 300-500 адам жүретін үлкен алаңдарда, бұл осыдан мен 5 жыл бұрын ба 7 жыл бұрын Европада көргем. Адамдар жоқ, 1-2 адам компьютерде отыр, ананың бәрін жинап, суғарып, жүктеп жатыр. Осыны бізде Қазақстанда жасауымыз керек деп ойлаймын. Жақсы. Енді өзің қалай ойлайсың, жасанды интеллект қандай мамандықтарды алмастырып тастауы мүмкін? Қазір көп айтады, ары кеткенде таксист болып кетем, 2 қолға 1 күрек, жұмыс табылады деп ойлайды да. Қазір мысалы кассир деген жоқ болды, күзетшілер жоқ, камера қойылды, ақшаны ешкім бүйтіп санап алмайды, телефон ауыстыра саламыз. Ары қарай мысалы заңгерлерді, өткен жолы заңға байланысты менде біраз сұрақ туындады. Содан кейін мен заңгерлерді келіп жалдайын деп едім. Заңгерлер бір қыртынбақай 10 шақты заңгер хабарласты, әңгіме айтып. Содан кейін жаңағы ChatGPT-мен сұрасып ақылдасып едім, аналардан 10 есе артықты тегін айтып берді. Мен әрине оның ақылысын сатып алған ғой. Әлдеқайда одан жоғары бір кеңес алдым да, жаңа мәселемді шештім. Енді маған бүкіл дәрігерлердің, мына менің данышпаным қазір бүкіл Қазақстан дәрігерін жинап алса, мен данышпанмен отырамын, өзімнің данышпаныммен. Олардан 10 есе артық кез келген аурудың кеңесін бере аламын. Сондықтан денсаулық саласында бұл керемет. Енді қандай мамандықтарды тағы да былай ауыстыра алады деп ойлайсың? Енді қазіргі тұжырым бойынша таяу 10 жылда 90% мамандықтың орнын алып қояды. Мысалы ұстаздарды да алып қоя алады. Тіл меңгеру. Өйткені ол қайталама жұмыстарды, мысалы көп қайталама ғой, математикадан дәріс беру деген қайталама жұмыстарға жатады. Егер сенің айналысып жатқан мамандығың қайталама басқыштарға толы болатын болса, ол сөз жоқ. Машин learning деп атады ғой, машина үйретеді да. Сол математика, физика кез келген сабақты оқытады, тест алады, балаға әлдеқайда жоғары білім бере алады, сурет сала алады. Музыка жазып береді. Музыканы кез келген композиторыңнан 1000 есе жылдам, 1000 есе керемет қылып жазып бере алады да. Ол енді менше көп мамандықтарға қауіп төніп тұр. 90%. Енді мен қараймын, Amazon.com-да әлемнің, мысалы, болмаса Google-ға әлемнің ең мықты деген мамандар жиналады. Өткен жолы 10.000 адам, 6.000 адам мықты деген мамандарды далаға тастаған. Программа жазып керек жоқ. Түрлі сайттарды жасау, дизайн жасау, реклама жасау, соның бәрін ана жасанды интеллект 24 сағат бойы ұйықтамай, тамақ істемей істеп жатыр. Енді не істеу керек дегенде, заманның ағымын тоқтата алмаймыз. Тоқтатуға болмайды. Мысалы, анау жылқылардың орнын қалай көліктер басып кетті. Жылқылар қалай саны азайды. Bir кезде жылына Нью-Йоркте 15.000 жылқы көшеде шашап өлетін. Жылына бір қаланың өзінде 15.000. Сол қазір жылқылар қазір жоқ қой, мүлдем жоқ. Қазір ауылға барсаң қамыт сайман, арба көре алмайсың. Соның орнын басқан сияқты. Сол сияқты. Енді мамандықтарды. Маған ұнағаны, кейін бір ғалым айтады да, жасанды интеллект сізді толық аудармасқа емес, сенің жұмысыңды жасанды интеллектті білетін адам алмастырады дейді. Адамзатқа не қалады? Енді тракторды меңгеру, станокты меңгеру, қолмен аралау емес, қолмен жер қазу емес сияқты болған. Енді жасанды интеллектке басқарып, соған жұмыс ету керек. Солай ма? Жасанды интеллект енді адамзаттың, мен айта аламын, ең соңғы, ең ұлы тапқырлығы деп айта аламын, ең соңғы. Бұдан артық менше бола қоймайды. Енді мүмкін болса бір тар мәндегі салаларда болуы мүмкін. Мысалы, жанармай деген сияқты, қуат көзі деген жағында енді бір революция болуы мүмкін. Бірақ және де бұл жасанды интеллекттің көмегімен іске асу керек ол. Жаңа. Ал енді осы көріп отырған қарапайым адамдарға, құрылысшы, бір кәсіпкер, мұғалім, дәрігер, заңгер дейік, соларға қандай әсерін береді? Олар не істеу керек қазір? Осы сен осы саланың маманы болғаннан кейін, осы қарапайым адамдарға. Енді оларға қалай айтсам болады? Қызметінен айырылып қалмау мүмкіншілігі жоғарылар, мысалы мұғалімдердің ішінде біраз универсальный
білімі бар, қайда қойсаң сол жақта дәріс өтіп кете алатын. Мысалы, кейбіреу бір бағытта ғана қой, математиканы ғана өтем, біреу әдебиетті ғана өтем дейді. Енді болашақта мұғалімдер өзінің қызметін сақтап, жұмысын, орнын сақтап қалу қиын болады. Сондықтан жасанды интеллект бәрі меңгеру керек қой. Бәрібір меңгеру керек. Енді жасанды интеллект қандай жерде керексіз болып қалады? Мысалы, эмоциялы жақтарда болады. Мысалы, бір қайткенмен ол суық есептеуден шыққан шешім ғой. Я психолог деген сияқты, одан қалса мына судья сияқты адам тағдырын шешетін сондай жерлерде енді сосын мынау айтамыз ғой, анау жанды дауыспен айтты әнді деп айтамыз ғой сахнада. Анау бір біздің өтірік әншілер болады ғой, компьютермен дауысын әдемдей салып шыға беретін деген сияқты. Кейбір кәсіптер болады, ол таза адами өнім да ол. Болашақта бара-бара бүгін қазір тыңдаған әндерімізге ұқсас, жасанды ән қалай, жанды дауыстағы ән қалай, сол сияқты адамдар өзі қалайды. Тірі жанның өнімін қалайтын бір кәсіптер болады. Солар аман қалады. Мысалы, массаж жасау. Массаж жасауды да алып қояды. Алып қойды, бірақ дегенмен қолмен сезініп жасау кішкене. Мысалы, қолдың жылулығын, мынау қысымын адам денесі, оның барлығын толық алып қойды. Алып қояды оны. Сонда ана сен жасанды интеллект жасап жатыр ма, жоқ, робот жасап жатыр ма, адам жасап? Робот жақсы әдемі жасайды. Байқамай қаласың да? Иә, ол өйткені адам денесіндегі анау рентгенмен адам денесінің қандарының айналысын бәрін көріп тұрады ғой. Сен массаж жасасаң көре алмайды ғой оны. Қай жерлерінде қандай ақау бар деген сияқты, қай жерін басу керек. Тамақ тапсырады. Иә, тамақ тапсырады ол. Енді тамақ біздің үйде кухонный комбайн алған, басып қойса бәрін тамақты өзі программасын көрсесің, өзі басып дайындап бере салады. Шаш ала алмайтын шығар енді. Шашты де алады, оны да алады. Өйткені икемділік деген нәрсе бұл бізден сөзсіз асып түседі. Өйткені адамның қолы алдына қарай иіледі ғой, артқа қарай келмейді ғой, мысалы, артқа қарай ұстай алмайды ғой. Бұлардың икемділік өсі адамныкінен көп қой. Сондықтан ол шаш алу деген ол үшін әдеттегі нәрсе болады. Ол нұрмен ала ма, қырғышпен ала ма, бәрібір де. Қазір көзге, жүрекке ота жасағанда сол жасанды интеллектке жасатады екен ғой. Иә. Ол адам қайткенмен кездейсоқ бір қол дірілдеп қалуы мүмкін, бір денесіндегі бір ықпалдардан, рефлекстерден. Ал ол жасанды интеллектте, роботта болмайды ондай нәрсе. Дәлдігі жоғары болады. Көріп отырсыздар ма, құрметті ағайын? Енді былай қарағанда не қандай жұмысты алмастыра алмайды дегенге соны тауып қиын болып жатыр ғой. Қандай жұмысты алмастырады дегеннің орнына қандай мамандық қалады жасанды интеллект істей алмайды дегенге соған жауап табу қиын болып жатыр. Мысалы, анау ковид кезінде жасанды интеллектпен мынау қара қағаздар бар, өкпені түсірген қара қағаздар. Соларға анализ жасайтын программа жасаған. Ол 20 жылдық қара қағазға қарап өкпенің рентгеннің қағаз, ол өкпенің қабынды ма, жоқ әлде өкпе рак па, жоқ әлде мына ковидтен болған ба, оны 20 жылдық сақа докторлардан әлде қайда дәлдігі жоғары анализ шығарып бере алады. Яғни сен ауылда мықты сақа, мықты дәрігерлер жоқ қой, бірақ бір программамен ақ өкпесін түсіресіз де бұл нақты дәл диагнозын шығарып бере аласың. Сондықтан мысалы кез келген адамның басына қанша немене сияды да, білім, ана диагноз, мынау диагноз қалай дейді. Мысалы көз ауыратын, асқазан ауыратын адамның ана компьютерге салған кезде ол 10 мың, 100 мың адамды қалай болғанын соны жаттап алады. Сіз анализ өткізген кезде соған салыстырады да саған 1000 есе адамға қарағанда дәлдікпен диагноз қойып береді. Міне енді осы жерде үлкен кісілер отырса, немерелер бар. Мысалы, менің немерем бар, айттым, соны саған қосып берейін, сенің балаң сені ізіңді қуып келе жатыр ғой. Неше жаста? 10 жаста. Менің де немерем 10 жаста, екеуін қосып қойсақ, ол да менің немерем де өте құмар. 5-6 жастан бастап түрлі нәрселерді, мен миым жетпейтін нәрселерді құрастырып жатыр. Ата-аналар бар дейік. Болмаса бір студенттер көріп отыр да. Солар ертең нанын тауып жей алу үшін, солар ертең жұмыссыз қалмау үшін не істеу керек, соған қандай кеңес беретін едің? Оларға негізі кеңесім, мысалы, адам жаңа айттым ғой, программа деген логиканы үйрету негізі. Бұл жаттан дүние болмау дейсіз. Ал бізде қазір оқу ағартуда бұл жаттанды болып кетті. Жаттанды жасалады көп нәрсе. Сайт жасауда болсын, басқа өзгеде робототехника болсын, әдемі ойыншықтарды құрастырып шығарады балаларға берсең.
танк құрастыра алады, машина құрастыра алады, түрлі нәрсені құрастырып шығады. Бірақ осымен ақ шектелді, болды. Шыққан соң өзгеше бірдеңе жасай алмайды. Шаблон дейсің ғой, да? Иә, жасампаз жоқ. Ол жаттанды дүние болады. Ал мен айтып отырған, мен жасап отырған жаңа платформа негізі адамның логикасын дамытуға арналған да. Логика, иә. Ойлау дүниесі. Иә, ойлау рет тәртібі ғой. Қалай? Бастауыш, баяндауыш деген сияқты соның барлығы логикамен құралып келіп, негізі логика деген не десе, қарапайым ғана бір жауап. Логика деген кім өтірік айтып жатыр, соны анықтайтын ілім. Логика деген. Яғни бұл өмірге келген соң алдану мүмкін деген сияқты түрлі қателіктерге жіберу мүмкін. Ал логика деген осыны шешетін ең негізгі қару да, құрал десек болады. Адамға сол қасиетін дамыту керек, Иә, осы ең маңызды. Қазір сонда мысалы кішкентай бала дейік та, мектеп жасындағы балалар, болмаса студенттерге қазір неден бастау керек? Заманның ағымынан қалқамау үшін. Қазір көбінесе бір жаңадан шыққан бір керемет бір технологияға шығаратын болса, бәрі жапа-тармағай соған қарай ұмтылады. Анау қалып қалды, мынаның бәрі осыған кіріп жатыр, осыған бәрі тығылып алады. Негізі бар нәрсе фундаменттен бастау керек, негізгі. Негіз дұрыс қаланса, төбе сөзсіз, мысалы, қанша терең болса, жоғарыға сонша этаж мықты тұрады. Үй салуға келеді. Ал сен төмендегі негіздің іргетасың төмен болатын болса, ол сен биікке көтерілмейді ол үйің. Сонда нақты қандай физика оқу керек па, математика оқу керек па, логика оқу керек па? Математика. Математика бірінші. Математика өйткені біріккен ұлттар ұйымының бірінші орында тұратын негіз осы логика пәні ғой. Логика пәні адамдарға ең қажет пән осы болады. Одан қалса математика деген сияқты. Математика қайткенмен осы менің ойымша енді жаратушының бұл әлемді жобалаған кезде қолданған программалық тілі осы математика. Иә, математика. Сондықтан математика бүкіл ғылымның атасы деп айтады. Математика бүкіл ғылымның атасы. Мен де балаларымды мектепте оқып жүрген кезде МГУ бітірген үлкен бір ғалым адаммен сөйлестім де, балаларды қай бағытқа үйретсем болады дегенде айтты. Математиканы оқыт, физиканы. Кез келген өмірдегі талабына байланысты, жүрегінің қалауына байланысты кез келген саланы, білімді, мамандықты игеріп кетеді деген. Соңғы мен балаларымды Павлодардағы 8-ші мектептегі математиканы ең мықты оқытатын мектептерге бердім, соған өкінбеймін. Мен өзімде мектепте математикадан олимпиадаларға қатысып, жарыстарға қатысып, бірінші орындар алып жүргем, соны көмек өте көп дейді. Осыны көріп отырған ата-аналар, ата-әжелер, жастарды айтатыным, қалайда ешқашан кеш емес математиканы, логиканы, логикалық білімдерді дамытуға тырысыңыздар деп айтатын едім да. Енді кейбір балаларда математикалық қабілет болмайды, ол математикалық қабілет деген ол тума қабілетке жетеді ол. Бұл кейін өсе келе сен оны машықтандырып арттырып аламын деге келмейтін дүние бұл. Ал логиканы болады. Математика мен логиканың ұқсамаған жері осы жерде. Ал математика деген құды анау жүзге жүгіретін ана негрлер бар ғой. Олар тума өз қара адамдар, қара нәсілдер тума сондай тез жүгіреді ол. Ол жаса 2 ай машықтанса болды. Ал сен 20 жыл сен туыласап машықтандырсаң, сен ол деңгейге жетпейсің. Өйткені оның балтырындағы ол клеткаларының өзінің сіңірлерінің құрылысы солай белгіленіп қойған ол. Адам мида тура солай. Ол математикалық ми болады. Математиканы қабылдай алмайтын болады. Қабылдай алмайтын да ол қабылдай алмайды. Қабылдайды, бірақ ол бейнелей алмайды адам өзі. Ал логика ше? Логика ол оны бар адам қабылдай алады. Өйткені логика болмайтын болса, онда ол не десек болады, шала ми болады ғой. Ақыл есі дұрыс емес деген сияқты. Дұрыс емес адам да. Бірақ соны дамытқан адам, ана жасанды интеллектті қолданып, соны пайдалана алады. Әрине. Оларға қандай кеңес беретін едің, мысалы логикасы дамыту үшін не оқу керек, осында тұрған ата-аналар жастарға айтатын кеңес? Логиканы дамытатын қазіргі ең жақсы жол меніңше осы робототехникасында. Өйткені бұл робототехника деген жан мен тәнді біріктіретін пән да бұл. Жан деп отырғанымыз программа. Тән дегеніміз анау hardware. Темір терсек дейміз ба? Екеуін біріктіріп жұмыс істейміз. Адам да сондай ғой. Адамның жан дүниесі мен тәні деген сияқты. Бұл екеуі біріккенде логикалық шешімдер қалай болу керек? Қалай ана моторды айландыру керек? Оңға, солға қанша градус айландыру керек? Осы барыста жазған әрбір программаң саған ақырын логиканың негізін қалай береді ол? Логикалық негіздер. Одан логика деген кәдімгі пішіндік, кеңістік, геометриялық деген сияқты
бір шығармалар болады, есептер, соларды істесе тамаша жетілдіруіне болады бұны. Ал біреулер айтады, болашақта енді жасанды интеллект келді, енді мынау біз кейбір салаларды игерудің қажеті жоқ деген, ол мысалы жасанды интеллектпен мен программист бола саламын деген айтып жүр ғой біреулер. Ал бұл бос сөз, бұл бос қиял. Бос қиял. Өйткені сен өзің білмейтін дүниені қалай бұйрық беріп, мысалы сен жасанды интеллектке, роботтарға сен бұйрық бер, бір елмен соғысып жатыр дейік. Сен генерал деңгейінде стратегиялық ойлау қабілетің болмаса, сен жасанды интеллектке қалай бұйрық бересің? Ол келмейтін нәрсе. Программада сол. Сен маған кәдімгі бір медицинаға арналған бір программаны жазып бер деп аузыңмен айта салсаң, ол келмейді ғой. Сен медицинаны білуің керек қой сен. Оған бұйрық берген кезде, яғни бір қаңқаны білуің керек. Бір library дейді ғой, қаңқаны білуің керек. Соның негізінде сен жасанды интеллектті емін-еркін пайдалана аласың. Әйтпесе өзің ол салада өзің хабарың жүрдай адам болсаң, жасанды интеллектке албаты бұйрық беретін болсаң, ол албаты бір нәрсе шығарып бере салады ол. Бұл Алладиннің лампасы сияқты емес қой, бүйтеді ғой. Иә, оған ұқсамайды. Маған ананы жасап бер, жасап берсең жасап қоятын адам емес. Оны дұрыс бағыттап, дұрыс тапсырма бере алу керек қой. Иә, дұрыс. Бұйрықты дұрыс беруің керек. Бұйрық бере алмасаң бекер ол. Оған да ақыл керек. Оған да ақыл керек. Сосын жасанды интеллект қашанда дұрыс жауап бере алмайды ол. Сен оның берген шешіміне, сенің өзіңнің қалауыңа жақын ба, жақын емес па? Қай жерлерін түзету керек? Соны айтып отыруың керек. Сонда айтқанда ол түзетіп отырады. Келесі шешімі бұрынғысына қарағанда кемелдірек болады. Оны кемелдірек болу үшін бірінші шешімнің қай жерінде ақау бар, соны білуің керек қой. Оны білмесең сен болмайды. Танкіні беріп қойғанмен сен оны дұрыстап айдай алмасаң, ол саған бір қора темір ғой. Иә, тура сол. Бір қора темір, оны дұрыстап айдап, ұрып неменесін бағыттай алмасаң. Бекер. Сондықтан мен сіздерге айтатын кеңесім, логиканы қалай дамытуға болады. Логикалық есептер. Мен олимпиада ұтқаным, мен логикалық есептерді, мысалы, 3 алманы 5 адамға қалай бөліп беруге болады деген сияқты. Бір қаладан бір көлік шықты, екінші қаладан екінші көлік шықты, біреудің жылдамдығы 70, екіншісі 100, қай уақытта қашан кездеседі деген сияқты. Логикалық есептерді шығарып үйренсеңіздер, интернеттен қарасаңыздар толып тұр. Адамның логикасын дамытатын тапсырмалар тауып бер десеңіз, тауып береді. Соны алып, жүздеген, мыңдаған есеп алып, жасыңыз 40-қа келді ма, 50-60-қа келді ма, балаңыз 5-де ма, 10-да ма, 20-да ма, логикасын дамытыңыз. Онан кейін бала шағаңызды математикаға көбірек оқытыңыз. Содан кейін кез келген саланы тіпті жасанды интеллекттің өзінде жақсы меңгеріп кете алады. Иә. Негізгі фундамент дұрыс болатын болса, қазір мысалы осыдан 90-80 жылдары енді ол заманда кітапханаға барған адамдар білімдірек болады. Ал кітапханаға бармайтын болсаң, негізі білімнің келу қайнар кітап болды ол кезде. 90 жылдан бері қарай интернет болды. Интернетте ақырын кітапханадағы барлық деректер интернетке сақтала бастады. Қол жетімді болды, бұрынғы құды әрбір үйде бір кітапхана бар сияқты болды. Қазір телефонның өзі бір кітапхана. Бүкіл әлемнің кітаптары негізінен бір 70% болса бар. Бірақ барлық адам ақылды болып кетті ме? Ақылды болып кеткен жоқ қой. Әуелі интернетте адамдар ақымақтар мен ақымақтар табысып, өзінің ақымақ ойларын арғарай дамытып жатыр. Мысалы, жер жалпақ деген ілімді қайда бір керемет бір хит қып бір ғалымдар алдап жатыр. Жер жалпақ негізі деген сияқты өздерінің жер жалпақ ілімін қолдайтын бір топтар бар. Біздің Қазақстанда да бар. Әуелі шығып осындай тікелей эфирде де айтып жүр бір жігіттер. Енді ондай ақымақтар табысып алады да, олардың ақымақтығы тіпті ұлғая түседі. Бұл интернет ешқашан адамды ақылды қылып жібереді деуге келмейді. Ақылды адам барған сайын ақылды болады. Ақымақ барған сайын ақымақ қылады. Жасанды интеллект тура сол. Жасанды интеллектке сен ақымақ сұрақтарды қоятын болсаң, анау Қожа Насырдың әңгімесі бар ғой, ақымақпен ақымақша сөйлесем деген сияқты. Есімде қалмапты бір. Сиырлар суға түсіп кетсе тұншығы болып қалмай ма деген бе, бірдеңесі бар. Онда ол Қожа Насыр айтқан ағашқа шығып кетсе болды ғой деген сияқты. Енді ақымақтарға енді ақымақша жауап беріп отыр ғой. Тура соған ұқсас, жасанды интеллектте сенің ығыңа қарай жауап береді. Мысалы, сен дінкеш адам болатын болсаң, ол қашанда сенің дініңді дұрыс деп саған әдем жауаптарды беріп, сен соның
діни танымың тіпті де тереңдеп, тіпті де кеңейе түсуіңе көмектеседі. Сұрағың қалай болса жауап солай дейсің. Жауап солай болады. Өйткені бұл қайткенмен не десек болады, анау не ғой? Бұл да бір ақша алып отыр ғой, енді клиентке жұмыс істеп отыр. Сен ұнамайтын нәрсені күнде айтатын болсаң, ешкім өзіне идеясына қарсы бірдеңені айта берген адам қасымен дос болмайды ғой. Құдай соған ұқсас. Келесі мысалы қанша ChatGPT $10 ма еді айына төлейтін? Иә, онақта. Сол ақшаны шығарып алу үшін әрине клиенттің ығына жығылады ол. Сондықтан құрметті ағайын, жасанды интеллект деген ол алып сенің айтқаныңды оны дұрыс игілікке пайдаланып, шынымен бір жақсы дүниеге жете алу үшін оны басқару үшін ақыл керек. Ол космический корабль сияқты да. Былай ақыл парасатты дамыту керек, басқа жол жоқ. Қазір енді мысалы айталық сізге қазір айтсам, мен 17-ні 19-ға көбейтіңіз десем, біз әбден ана көбейгеннен кейін дейміз де бірден телефонға жүгіре бастаймыз. Болған кезде айтамыз 17-ні 19-ға көбейту үшін, істеу керек, тез көбейту үшін 17-ні 20-ға көбейте салайын. Дейміз 340 дейміз да, содан бір 17-ні ала саламыз деп бұрын кішкене миымыз істететінбіз. Қазір миымыз істетпей қалдық. Логикамыз дамымай қалды сондықтан да. Бұл адамды ғалымдар айтып жатыр, жасанды интеллекттің пайда болуы адамның ақылсыздығын арттырады деп. Топастандыра бастайды. Өйткені біз көлік тапқырлауынан бұрынғы адамдарға қарағанда біздің бұлшықеттеріміз олар құрылы күрделі емес. Көп жүрмейтін болды адамдар. Сыртқа шықсақ көлік бар, отыра аламыз, не такси шақырып, не өз машинамызға отыра саламыз. Бұрынғы 90-80 жылдағы балалар турникті қанша тартады, ал қазіргі балалар сен тартқызып көр, ол қанша тартады. Осының барлығы жеңілдік, мына бұлшықетке жеңілдік, қалай бұлшықетті алысыретіп жіберді. Мына қол жетімді жауаптар, шешімдер, бұл да адамның ойлануын азайтады. Медальдің екі жағы бар деген сияқты. Жақсы жағы да бар, бірақ сырт жағы да бар да. Пышақпен нан турап жеуге болады, адам өлтіруге де болады. Пайдасы да бар, зияны да бар. Сонымен, құрметті ағайын, бүгін бұл бірінші хабарымыз, әлі көп серия болады. Мүмкін 10, мүмкін 20 хабар түсіруіміз мүмкін. Одан да көп түсіруіміз мүмкін. Өйткені бұл қазіргі замандағы ең өзекті тақырып. Сондықтан бұл біздің каналдан ажырамаңыздар. Бұны осыны сұхбатты бүкіл таныстарыңызға, ол 60-70-дегі 80-дегі адам болсын, 10-15 жастағы бала болсын, 30-40-дағы бала өсіріп жатқан ата-ана болсын, мектептің мұғалімі болсын, қандай адам болсын, бүкіл қазаққа таратыңыздар. Өйткені осы хабар арқылы бүкіл қазақстандықтарды, бүкіл қандастарды келесі заманға дайын болуға, заманың түлкі болса тазы боп шал дейді. Бөркіңді заманыңа қарап ки дейді. Сондықтан сіздер осыған, біз сіздерге тегін қызмет жасаймыз. Сіздер осыны көмектесіңіздер, таратыңыздар, ағартушылықпен, халықты сауаттандырумен айналысайық. Ел заманның ағымына қарай бізде ілесейік, елден қалып, көштен, жұрттан қалып, кештен қалып жүрмейік. Кезінде Абылай айтты деген бір сөз бар. Енді нақты айтыма білмеймін. Білекке сүйенген заманда ешкімге бір дес бермедік дейді. Білімге сүйен заманда кейін қалып жүрмейік дейді. Сондықтан қазір білекке сүйенетін емес, білімге сүйенетін, білімге сүйенетін заман. Осыны сіздерге тарата жүруге көмектесіңіздер. Жалғыздың үні жаяудың шаңы шықпайды дейді. Сондықтан жалғыз қайрат бүкіл халыққа ештеңе істей алмайды. Сіздерден көмек сұраймыз. Екіншісі, жалғыз ағаш орман болмайды, жалғыз батыр қорған болмайды дейді. Сондықтан осындай Қытайдан үздік оқып келген әлемдік осындай жасанды интеллект жасап жүрген азаматтармен дос, осындай мысалы Түркияда Байрактар бар, мысалы Америкада Илон Маск бар, сол сияқты қазақтың бір азаматы шыққан екен, жан-жақтан қолдау көрсетейік, тайрата жүрейік. Келесі хабарды тосыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар, тіркеліп алыңыздар. Бүкіл қазақ осы каналға тіркелу керек деп ойлаймын. Осы бүгін біраз жасанды интеллект жайлы хабардар болдыңыздар, біраз түсінік қалыптасты деп ойлаймын. Ары қарай балаңызды, өзіңізді қай бағытта оқыту керек екенін түсініп жатсыздар. Келесі хабарда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Қайрат, уақытыңды бөліп келіп осы біліммен, өз халқыңмен енді елге келгеннен бөліп жатқаныңа көп рахмет. Келесі хабарларда тағы да біз бұны тереңдетіп, нақты әңгімелер айта бастаймыз. Ең бастысы Қайрат қазір бүкіл осы жасанды интеллект қазақша сөйлетуге тырысып жатыр.
қазақша тіл бүкіл қазақтың балаларына қолжетімді болуға, бұл тілді дамытуға да, елді дамытуға да, елдің техника технологияны дамытуға, экономикасын дамытуға, қорғаныс күшін дамытуға да үлкен үлес қосатын керемет бір жоба болайын деп жатыр. Сіздер де сәттілік тілеп қойыңыздар және қолдау көрсетіп жүріңіздер, таратыңыздар. Ерінбей, жалықпай таратыңыздар. Сіздерден болған көмек осы болсын. Жақсы.